Жүріңізші. Міне, пожалуйста. Міне, аяқ жүргізбейді уже, бітті. Иә, кішкене жүрсе бітті уже, потому что равновесие жоқ, мына Т8 көздің тазының тұсында. Нервтің бәрі қысылып тұр, қан жүрмейді. Міне. Осылай пингвин сияқты болып қалады көп кісілер. Бұндай жағдайлар тез қалыпқа келмейді, негізі 100% көбіне операция жасайды медицинада. Қаласа, уже 1,5-2 айдан бастап уже результат бере бастайды. Мына жамбас өзінің формасына келе бастайды. Көре ме? Воспаление кезінде қатты ауыртады. Мына жерде қан айналымы реттелгеннен кейін воспаление шыға бастайды. Сол кезде мына таз мышцалар, мына жерде қалың мышца бар ма? Сол жермен жібере бастайды. Қатты мына жерде спазм болып қалған. Сол себептен сразу келіп кетпейтін сол. Қазір мына омыртқасын бәрін реттеп беремін. Мына 8 көз ол однозначно сразу орға түспейді. Ол бағана адам жақсы қылып беріп жүрсін, жүре ме? Қараңыз. Ауырады ғой? Ауырады. Мынау ауырады ғой? Ауырады. Терпимін. Неше берер осы синтез? 47? Siz менен сағап өткенсіз ғой? Қаны көтеріңіз ішіңізді. Вот, жатамыз. Ровно жатамыз. Жүр жатамыз. Все. Бос. Бос, тырыспаймыз. Хорошо? Все. Бос. Ага, все. Жүріңізші, көрейік. Bismillah, ақын. Сейгіреміз әлі, ауайзаман сейгіреміз. Кетті. Бесінші көрді. Сабай қалды. Қан жүрші ма? Бұндай жағдайда көрдіңіз бе? Кішкене жақсы болып қалды. Шүкір. Енді постепенно ертең. Күшті. Көрдіңіз бе? Қалай күшті. Енді қараңыз, Алла қаласа, ертең бағанағы нәрсені айтқанда істейміз. Көрдіңіз бе? Радость. Жұбайды ғой? Үйбайт болады ол мен өтеді көбіне. Кеше мына жерде жақын жерде 100 километр жерде